Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді капустадан жасалатын етсіз тағаммен бөлісемін. Қыста тәтті бұрыш болмағанда жасауға болатын голубцы түрі. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, жарнама тіркеліп кетіңіздер. Ең бірінші капустаның осындай ортасындағы қатты жерін домалақтап кесіп алып тастаймыз. Қазір капустаны суға жұмсартқанда жақсы барлық бөлігі пісуіне керек болады. Осылай кесіп алып тастадық. Енді қазанда немесе кастрөлде қайнатып алған суымызға 2 шай қасық тұз бен 2 қасық пісе май қосып, капустамыздың ойып алған жерін төңкеріп суымызға салып, бетін жауып қайнатамыз. Мен қателесіп капустаны керісінше салып қойыппын, кейіннен аудардым. Голубцыйдың салмасын дайындаймыз. Пиязды майдалап турап, фарштың үстіне саламыз. Барлық құрамның мөлшерін апельсинге қалдыратын боламын. Енді үстіне тұз, перец қосып жақсылап араластырамыз. Капустамыз жұмсарып, шеткі қабаттары дайын болды. Капустаны осылай төңкеріп, шет-шетінен жаймендеп ала бастаймыз. Суға қайнағанда осылай өзі жеңіл алынатын болады. Ескертетін жағдай, капустаның барлық қабаты бірден дайын болмайды. Осылай алынған, жұмсарған жерін ғана алып, капустаны қайта төңкеріп, бетін жауып тағы да пісіреміз. Енді голубцыйды жинаймыз. Капустаның қалың, қатты жерін осылай алып тастасаңыздар болады. Ішіне салмамызды салып, 2 шетінен қайырып, видеодағыдай ораймыз. Кейіннен тағы да дайын болған капусталарды алып, оларды да орап шығамыз. Голубцыйдың подливын дайындаймыз. Майға майдалап туралған пиязымызды салып, кішкене араластырамыз. Кейін теркадан өткізілген сәбізімізді салып, барлығын бірге қуырамыз. Енді дәміне қарай тұз және томат пастасын немесе қызанақтан жасалған салатты қосып араластырамыз. Үстіне су құйып, кішкене пісіреміз. Оған дейін дайын болған голубцыйды қазанға орналастырып шығамыз. Барынша тығыз етіп орналастыруға тырысыңыздар. Кейіннен дайын болған подливті құйып, бетін жауып пісіреміз. Үстіне капустаның қалғандарын, майда бөліктерін қойсаңыздар болады. Осымен капустадан жасалған голубцы дайын болды. Ыдысқа салып, ысына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты, жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін.
Видеомды болса лайк басып, барнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.